Менің есімім Қамажай, мен 3 айда минус 18 килограммға дейін арықтадым. Ешқандай диета ұстаған жоқпын, ешқандай фитнес залға барған жоқпын. Иә, бұл менің бұрынғы суреттерім. Бұл жерде мен 69 килограммға дейін бардым. Біз жалпы отбасымызбен толықтыққа, семіздікке өте бейімбіз. Тез салмақ қосамыз деген сияқты. Мектеп кезінде менде томпақтық болды. Ешқашан арық болған жоқпын. Және де универге барғаннан кейін менде салмақ 2 есе өсті. Оны қалай қосып алғанымды өзім де байқаған жоқпын. Өйткені ол жерде менің ең сүйікті тағамдарым фастфуд, кола дегендер. Фастфудтың кез келген түрі ол менің ең сүйікті тағамдардың бірі болды. Түскі уақытта біз барлығымыз бірге көбіне хот-дог, гамбургер, чизбургер деген заттарды өте көп жейтін едік. Солай жүрген кезде бір күні түскі уақытта өлшенем. Өлшеніп қарауға қорқам, бірақ өлшену керек болды да. Қарасам менде уже 65. Вот это поворот! Мен осы универге түскен кезде менде салмақ бір 55-56 килограмм болды. Уже бір кезде қарасам 69 болыппын. Таңертеңгі салмақтың өзінде 69 килограмм болып кеткем. Өзіме вообще сенбедім. Сол уақыттан бастап жинақтала бастадым. Жинақталғанда менде өте көп диета түрін ұстап көрдім. Мектеп кезінен бастап диетаның неше түрін ұстап көрдім. Гречка болсын, суға қайнатып, кефирмен араластырып, олардың барлығы менен қалды. Ақ күрішше оның барлығын мен ұстап көрдім. Және де тек бастайсың, қалай 2-3 күн ұстайсың, ары қарай ол ұсталынбай қалады. Солай жүрген кезде салонға жұмысқа тұрдым. Салонға жұмысқа тұрған кезде менде уже жан-жағымда қыздарға қарап, фигуралары идеальны болды, прям өздеріне қарап қалған, өте әдемі қыздар болды. Соларға қарап отырып қызығатын едім. Салонда Гербалайфпен арықтаған қыз болды. Сосын ол маған айтатын всегда, сен кел, бірге арықтайық, бірақ өте қымбаттау болды студент үшін, мен үшін. Сосын оны да бастаған жоқпын. Әрі қарай солай жүрген кезде салонда бір ер бала жұмыс істеп бізде. Нерв болып жүрсе, немесе әйтеуір настроением түсіп жүрсе, сен диетаң әлі болып жатыр ма? Ой, сен арықтамайсың, ұстамай-ақ қой, не затқа нерв болып жүрсің, сенде салмақ түспейді, сен арықтамайсың деген сияқты. Сөйтіп бір дастарханда отырған кезде күліп айтты да маған. Содан кейін менде уже настроением жоқ. Кәдімгідей көңіліме алып қалдым да. Мен негізі ер бала, бір басқа қыздар айтса, уже мен көбіне алмайды екенмін да, ал ер адам айтқан кезде андай намысың ұстап қалады екен, намысшыл болып кетеді екенсің да. Солай жүрген кезде, дәл сол кезде мен жатақханада дос қызым болды. Давай екеуміз ПП марафонға қатысайық, дұрыс тамақтанайық, екеуміз бірге бастайық деді. Сосын мен жайлап ойлана бастадым. Сосын ладно, көрейік, көз қорқақ, қол батыр ғой деп. Екеуміз барып продукт алып келдік, менюін қарадық. Менюлары өте жақсы болды. Өзіміздің объемымызды өлшеп алдық, салмағымызды өлшеп алдық. Содан кейін келесі күннен бастап екеуміз бірге бастадық. Тамақтарымызды алып келдік, ешқандай қымбат тамақ жоқ ол жерде. Ең бастысы ол жерде ең бірінші бізде бірінші күні таңғы аста бізде банан қосылған панкейк тұрды. Сосын өмір завтрак ішпейтін, таңғы ас ішпейтін бізге ол қызық болды. Таңғы ас іштік, сол жерде бізде қантты орнына банан қосылатын болды да, бұл тәтті бола ма екен, қалай болады екен деген сияқты екеуміз пісіріп жеп алдық. 3 күннен кейін бізде өлшену болды. Қараймыз -1,5 килограмм, ал ол да уже -2 килограмм қасымдағы қызда. А что, так можно было, что ли? Сен арықтаған сайын ана тамақты пісіре бергің келеді. Және де меню сенде жалықпайтындай болатын болса, онда алға қарай ұмтылуың күшті болады екен. Өзің арықтаған сайын арықтай бергің келеді да. Өмірі овсяная каша жемейтін адамдардың бірі мен болдым. Бірақ ол жерде былай тұрды, овсяная кашаны сен бананмен жейсің, горький шоколадпен жейсің деген сияқты. Ана завтрактың дәмдері прям қатты ұнады, солармен бірге жеген кезде. Солай ПП-ға деген махаббат ашылды деп айтуға болады прям. Солай біз жалғастырдық. Ең бірінші айда менде -8 килограмм, ода да өте жақсы нәтиже болды. Тағы екінші айда болдық, сосын тағы -7 килограмм. Бір қызығы
біз жейміз, бірақ арықтаймыз да. 3 ай уақыт өтті, өзгеріс, өте күшті өзгеріс болды. Жалпы дұрыс тамақтанумен диетаны шатастырмау керек екен, соны білдім. Өмірім өзгерді деп айтуға болады. Арықтағаннан кейін барлық киім жарасады. Боянсаң да кәдімгі одан сайын әдемі боласың. Семіздік жоқ болғаннан кейін уже басқаша болады екенсің. Сол кезде арықтап болғаннан кейін бір барлық киімдер менде босап қалды. Размерден сразу 48-ші размерден 44-ші размерге дейін түстім. Даже кейде 42 де болатын еді маған. Бірақ менде үнемі қорқыныш болатын еді. Бірдеңе жеп қойсам, немесе біреу кешкі ужинға шақырса, анан жеп қойғаннан кейін менде бұрынғы салмақ келе ма деген сияқты да. Менде бір сондай қорқыныш болды. Біреу бір жаққа шығайық десе, уже менде қорқынышты. Бірақ оның дұрыс емес екенін білдім. Жайлап қонаққа да бардым, қыдырдым, бірақ менде аса қатты, өте қатты салмақ қосылған жоқ. Тек қана 1-2 килограмм қосылса қосылады, бірақ мен оны спокойно тастап жүрдім. Өйткені мен барлық жаңа нелерін біліп алдым, техникаларын біліп алдым. Сонымен қорытындылай келе, мен қалай арықтадым. Бұл жерде қорықпау керек, барлығы бастаған кезде қорқады, ешқандай қорықпау керек, бірден бастап кету керек. Ол жерде сізде қорқатын ештеңе жоқ, 5 мезгіл дұрыс тамақтанасыз, суыңыз, ұйқыңыз бәрі дұрыс болса, барлығы арықтайды, арықтамайтын адам болмайды. Дұрыс тамақтану дәмсіз, тұзсыз деп ойлайды. Дұрыс тамақтануда өте дәмді тағамдар. Тек соны дұрыстап жасай алып, дәмді етіп жасай білу керек. Құрметті көрермен, арықтау сіз ойлағандай қиын емес, оңай. Бастысы дұрыс тамақтануыңыз керек, тағамдарыңыз өте дәмді, әрі меню жалықтырмайтындай болу керек. Адамның жасағанын адам жасай алады. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда дұрыс тамақтану бойынша құпиялармен бөлісетін боламын. Қош, сау болыңыздар.